Сәлем достар, сіздерменен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең жұмсақ әрі ең дәмді бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: 2 килограмм ұн, 1,5 литр су жылы, 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық ашытқы, 2 ас қасық майонез. Ең алдыменен жылы суымызға тұзымызды саламыз. Ерігенше араластырамыз. Содан кейін ашытқы қосамыз, дрожжи. Жақсылап араластырып аламыз. Енді майонез қосамыз. Тағы да бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді жылы суымызды ұнымызға қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Төменнен жоғарыға көтереміз қамырымызды. Енді ыдысымыздан шығарып, кішкене ұн сеуіп, иығы қанғанша жақсылап илейміз. Видеодағыдай көрсетілгендей қолымызды суға малып аламыз да қамырдың үстінен басамыз. Енді 30 минуттай жылы жерге қойып қоямыз. Отыз минуттан кейін қамырымыз үлпілдек болып шықты. Кішкенесін алып, ұн сеуіп, дастарханға жақсылап илеп аламыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Енді қолымызбенен басамыз, жақсылап. Оқтауменен жайып аламыз. Енді домалақ етіп кесіп аламыз. Енді сойытып келесісінде де жасап аламыз. Формасын 4 бұрышты да жасасаңыздар да болады. Енді 15 минуттай тағы да қойып қоямыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды саламыз. Үлпілдек болып көтеріліп жаттыр қамырымыз. Енді аударамыз. Майын сорғытып аламыз да бөлек ыдысқа саламыз.
бауырсақтарымыз дайын болды. Іші үлпілдек, қамырға толы болып келеді. Сіздерменен болған Наргиз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.